Сәлем достар. Осындай қуырылған кабачки дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Бірінші каналға жазылып, колокольчик басып кеттіңіздер. Көріп отырғандарыңыздай, кабачкидің сыртын жақсылап жуып, осылай жұқа қылып турап аламыз, яғни 5-6 мм көлемінде. Қабығын ашымай қуырсақ та дәмді болып шығады. Жаңа дайындап алған кабачкимізді осылай қызып тұрған майға салып қуырамыз. Негізі қай көкөністің де қабығында болады бар витамині. Міне осылай көріп отырғандарыңыздай таза майға осылай қуырып келесі тәрелкеге тізіп аламыз. Себебі қазір бетіне помидор жаққан кезде ыңғайлы болу үшін. Кабачкиміз қуырылып жатқан кезде жаңағы чесногымызды дайындап аламыз, начинкамызды. Маған бір кабачкиге осылай 2 кабачкиге 2 бас чеснок жеткілікті. Осылай үкіштен жақсылап өткізіп алып, дәміне қарай бұрыш саламыз. Қаласаңыздар тұз да салуға болады, бірақ мен тұз салмадым. Көріп отырғандарыңыздай дәміне қарай, татымына қарай жасайсыздар. Мен бірінші бұл жерде майонезді аз салдым, себебі ащы жақсы көретін адамдар үшін чесногы бұрышы мол. Осылай чесног мен бұрышы мол болғандықтан кабачкиге жұқа-жұқа қылып жағып шықтым. Енді көріп отырғандарыңыздай үстіне осылай жұқалап туралған помидорды кесіп, помидорды қойып шығамыз. Ащы болып жасалған дайын болды. Енді келесі тарелкаға біз тұщылау қылып жасаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде майонезін көптеу қылдық. Жаңа қалған начинканың үстіне майонез құйып, бұл жерде енді көп ащы емес, ащыны көп жақтырмайтын адамдар үшін. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, мол қылып жағамыз, манағыға қарағанда. Осылай жақсылап, осылай дайын болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.